Элиф Шафак «Махаббаттың 40 қағидасы». Түрік тілінен аударған Балғын Әділбай, Еркегүл Арық Қарағысы. 40-қа келгенше Элла Рубинштейннің өмірі бір сыдырғы өтіп жатты. Үй шаруасына мығым, керемет шеше, адал жар. Беймәлім автордың қолжазбасы өмірімді түбегейлі өзгертеді деген ой үш ұйықтаса да түсіне кірмеген. Махаббат шариғатын оқыған Элла не болып не қойғанын өзі де ұқпай қалды. 21 ғасырдағы Америкада ма әлде 8 ғасырдағы Анадолы жерінде жүр ме? Қайда өзі? Хат жазысып жүрген адамы кім? Роман авторы ма әлде әйгілі жұмбақ кезбе Дәруш Шәмси Тебризидің өзі ме? Санасында сан мың сұрақ. Жүрегін жарып шыққан махаббат өне бойына тарап, өмірін билеп төстеді. Бұл билік Элланың неше жыл зарға күткені ме әлде? Махаббатқа анықтаманың, артық сөздің керегі жоқ. Махаббат өз алдына бөлек бір әлем. Не ішінде қақ ортасындасың, не сыртында қасірет құшағындасың. Алғы сөз. Өзенге бір тас түсінші, әсері байқала қоймайды ғой. Су сәл-пәл шымырлап, болар-болмас шылп етер. Ол да күркіреген ағыс үніне сіңіп жоғалады. Бары сол. Сол тас бір көлге түсінші, көпке дейін су тербеліп тұрады. Сол тас бар ғой, сол бір ғана тас тынық суды дүрліктіріп жібереді емес пе? Түскен жерде әуелі шеңбер туады, шеңбер бүршіктеніп шешек атар. Судан қауыз жарған гүлдей жайыла-жайыла қат-қабат болар. Кішкентай ғана тас көзді ашып жұмғанша біраз нәрсе тындырады. Бір қарасаң, әлгі шеңбер көл бетіне түгел жайылған. Соңғысы жағаға жетіп жоқ болғанша шеңберден шеңбер туа береді. Өзен асау да арынды ағысқа үйренген. Сарқырап ақсам деп соған сылтау іздейді. Асығып, аптығып, асып-тасып жатады. Түскен тасы жатсынбайды. Құшағын жая қарсы алып, қатты-қатты құшақтайды да оңай ұмытады. Дүрбелең табиғатына тән, бірінде кем, бірінде артық. Шын айтқанда көл кенет туған толқынға жатырқай қарайды. Ондағы тыныштықты төңкеріп тастап, толқытып жіберуге түйір тастың өзі жетеді. Тас түскен көл ешқашан бұрынғыдай болмайды, бола алмайды. Өзі өз болғалы Элла Рубинштейннің өмірі тынық көлдей еді. Әне-міне 40-тың табалдырығын аттамақ. Тіпті дағдысы, мұң-мұқтажы мен таңдауының өзі талайдан бері өзгермеген. Тыныш бір сарынды қарапайым өмірі сусыған құмдай өзгеріссіз өтіп жатыр. Әсіресе кейінгі 20 жылда отбасының ыңғайына қарай жүріп тұрды. Үй ішінің тілеуін тілеп, жаңа дос тапса да, тіпті ұсақ-түйек шешім шығарар болса да, бала-шағам не дер екен деп қарайлап отырады. Өмірінің бағытын анықтар бағдары, шаңырағы мен некесі. Күйеуі Давид көпке белгілі тіс дәрігері. Жұрт мықты маман деп білетін, кәсібін дөңгелетіп отырған адам. Екеуінің арасындағы байланыс тым жақында емес, Элла мұны іштей біледі. Дегенмен әр отбасының артық көрер дүниесі әртүрлі дегенге сенетін, әсіресе бұлардай талай жыл отасқандардың. Махаббат пен құмарлықтан да маңыздырақ нәрселер бар, яғни төзім, қамқорлық, түсінісу, сыйластық пен шыдам. Әрине, шаңырақ көтергендерге керек тағы бір қасиет бар, кешіре білу. Қолыңнан келсе, келуге тиіс. Еркек ағат кете ме? Кетеді ғой әрине. Кешіре сал. Махаббат, сахаббат деген не азап сол? Маңызды ма өзі? Жұрт махаббат деп жүргенді маңызсыз санап, тізімінің ең соңына жазып қойғалы қай заман? Махаббат тек кинода я кітапта болады. Кино мен кітапта ғана қыз бен жігіт бір-бірін құлай сүйіп, ертегідегідей ессіз ғашық болып, өле-өлгенше жолына телміріп өтеді. Ал өмір, шынайы өмір кинода, кітапта емес. Тізімінің ең басында балалары тұр. Ай десе аузы, күн десе көзі бар қызы Жанет университетте оқып жатыр. Ал жасөспірім егізі мектепке барып жүр. Қызы Орли, ұлы Ави. Сондай-ақ 12 жасар тұқымы ерекше қалқа деген иті бар. Оны үйге алғаш әкелгенде кіп-кішкентай көзін ашпаған күшік еді. Содан бері Элланың серігіне айналған. Кәрі, семіз, соқыр әрі саңырау қалқаның да дәм-тұзы таусылуға жақын. Тек Элла итім бір күні өледі-ау дегенге сенгісі жоқ. Бұл әйтеуір бір күні бәрінің соңы келеді дегенге сенбейтіндердің бірі. Мерзім аяқталарына, ескірген әдет жойыларына, әңгімесі таусылған қатынас үзілеріне, тіпті ажал келеріне де сенбейді.
мәре дегеннің не екенін білмейді, тіпті соңғысын елемей келгені сондай, мұрнының астында тұрса да байқамаған ғой. Рубинштейндер ақштың Нортхамптон қаласындағы Виктория патшайым кезіндегі үйлерге ұқсайтын, бір жөндеп жіберу артық етпесе де, сәулетті көрінетін аппақ зәулім үйде тұрады. 5 жатын бөлмесі, көлік қоятын 3 сарайы бар. Қатты паркет төсеген, француз стиліндегі есік салған. Оған қоса ауласында тамаша жакузи бар. Отбасы мүшелерін түгел сақтандырып қойған. Денсаулығын, өмірін, автокөлігін сақтандырып, зейнетақы шоты, балаларға арналған университет жинағы және бірлескен банк шоттары бар. Мына үйінен бөлек Бостонда, Родос аралында тағы бір қымбат пәтері бар. Осының бәріне жету үшін Элла да, Давид те маңдай терін төкті. Балалары әр қабатта қуанып жүгіріп ойнайтын, пештен жаңа шыққан балкүлшенің керемет иісі аңқып тұратын үй біреулерге қарапайым нәрсе көрінер. Ал бұлар мінсіз өмір дегенді осындай деп білетін. Шаңырақ көтергенде екеуі осы бір мақсатқа жетсек деген еді. Содан бері түгел болмаса да бір талайын іске асырды. Былтыр ғашықтар күнінде күйеуі жүрек пішінді гауһар алқа сыйлады. Жанында шары мен ашық хаты және бар. Ашық хатта былай деп жазылған еді: Жаным Элла, байсалды, биязы, жомарт, алтыннан ардақты, күмістен салмақты жан жарым. Мені осы қалпымда өзгеден артық көріп, өмірлік жарым болғаныңа ырзамын. Сені өмір бақи сүйіп өтер жұбайың, Давид. Элла ешкімге, әсіресе жұбайына мұндайды айта алмайды. Шынында осы хатты қолына алғанда өлген соң айтылар қазанамасын оқып отырғандай күй кешті. Өлсем, жұрт мен туралы осылай дейтін шығар деп ойлады. Жұрт шынайы адал болған болса, мына сөздерді де қосуы керек. Бейшара Элла жанымыз бар өмірін жұбайы мен балаларына арнады. Тағдыр тауқыметіне жалғыз төтеп берер білімі де, тәжірибесі де жоқ еді. Тәуекел дегенді білмей кетті, жарықтық. Әр адымын аңдап басатын, тіпті үйреніп қалған кофесінен басқасын ішу үшін де көп ойланатын. Сондай ұялшақ, сенгіш әрі қорқақ еді. Былайша айтқанда, өзгелерге кіріптар, ебедейсіз болатын. Бір күні таңертең Элла Рубинштейн 20 жыл отасқан күйеуімен ажырасамын деп арыз беріп, сол күні түс қайта отбасын тастап қалай кетіп қалғанын өзге түгіл өзі де түсінген жоқ. Сөйтіп бір өзі жалғыз аяқ жолға түсіп, ұзақ сапарға аттанды. Мұның бір ғана себебі бар: махаббат. Элла аяқ астынан үш ұйықтаса да түсіне кірмеген адамға ғашық болып қалды. Екеуі бір қалада, тіпті бір құрлықта да тұрмайды. Бір-бірінен тым алыста екені бір бөлек әңгіме. Екеуінің мінезіндегі жер мен көктей айырмашылық тіпті бөлек әңгіме. Ұстанымдары екі түрлі болғаны сондай, бұлай күндері бір-біріне төзбейтін жандардың махаббат отына өртенгені шынымен тосын еді. Жүре берсең көре бересің деген оны да көрдік. Тіпті ешкім мұнша тез тұтанар деп ойламаған. Элла басына не күн туғанын өзі түсінбей, тіпті қорғана алмай қалды. Әрине, махаббаттан қорғану мүмкін емес. Махаббат көлдей тұнып жатқан Элланың өміріне ғайыптан түскен тас сияқты болды. Мұны толқытты, шайқады, сарсаңға салды. Элла, Бостон, 2008 жылғы 17 мамыр. Бұл тосын жайт көктемнің жайма шуақ күндерінің бірінде басталған. Талай жылдан соң Элла өткеніне көз жүгіртті, әдепкіде бастан кешкендерін қайта-қайта есіне түсірді. Мұның бәрі бұған өткеннің еншісінде қалған естелік емес, әлемнің бір бұрышында әлі де болып жатқан театр қойылымы сияқты. Уақыты мамыр айының бір сенбісі, түстен кейін, мекені ас үй. Төрт көзі түгел тамақ ішіп отырған. Күйеуі сүйіп жейтін тамағы қуырылған тауық жамбасын салып әлек. Егіздің бірі Ави шанышқы мен пышақты алып, дауылпаз соққандай даңғырлатып отыр. Сыңары Орли күніне небәрі 650 килокалория ғана рұқсат еткен диетасын ойлап, неше қасық жейтінін есептесе, тұңғыш қызы Жанет қолына бір тілім нан алып үстіне қаймақ жағып отыр. Дастархан басында бұлардан бөлек Эстер апай бар. Ол какао қосып пісірген бал күлшесін бергелі келген, алайда бірге отырып тамақ іш деген соң қалған. Элла жұмысы бастан асып жатса да дастарханнан тұрғысы жоқ. Кейінгі уақытта төрт көзі түгел бас қоспай кеткен еді. Содан дәл осындай сәт арамызды жақындата түсер деп үміттенді. Эстер апай, Элла сізден сүйінші сұраған жоқ па? Деді кенет Давид. Келіншегім қанша жылдан соң керемет жұмысқа тұрды ғой, естідіңіз бе? Элла университетте ағылшын тілі мен әдебиетін оқыған.
әдебиет десе ішкен асын жерге қояды. Тек оқуды тәмамдаған соң тұрақты жұмыс істеген жоқ. Әйелдерге арналған бірнеше журналға кішігірім мақала жазып жүрді. Кей кітап клубтарына қосылды. Анда-санда жергілікті газеттерге кітаптар туралы сын мақала жазып қоятын. Бар істегені осы. Кезінде беделді кітап сыншысы болғысы келгенімен ол күндер келмеске кетті. Тағдыр желі қайда айдаса, сонда ұшқанға еті өліп кеткен. Даңқы жер жырған сыншы емес, бітпейтін үй тірлігінен бас алмайтын, отбасындағы міндетінен қолы босамайтын, оның үстіне 3 баласына бас көз болып отыратын қатқан әйел болып шықты. Мұнысына шағынбайтындағы, баласын бағып-қағып, күйеуінің көңілін табу, ит асырап, үйге қарау, ас үй, аула сыпыру, гүл суару, базарға барып келу, кір жуу, үтіктеу дегендей. Онсыз да істейтін тірлігі бастан асады. Осының өзі аздай, жұмыс істеп ақша тауып несі бар? Нағыз феминистер жиылған Смит университетіндегі құрбылары мұның таңдауын құптамайтын, ал оны құлағына ілген бұл жоқ. Талай жыл үйінен жыраққа шықпаған шеше жар болғалы бері бір ретте шаршадым деген емес. Әрине, күйеуінің табысы бәріне жетіп жатқан соң жұмыс істеу туралы ойлаған жоқ. Элла осы өміріне дән риза. Қаласа сыншылығын үйден істей алады ғой. Әрі оқуға деген сүйіспеншілігі артпаса кем мекен, әлі де сол баяғыдай кітап құмар, яғни өзі солай ойлайды. Уақыт сырғып ағып, балалары да оң солын танитын жасқа жетті. Шешесіне өбектей бермеші деп ашық айтатын болды. Бұрынғыдай емес, бос уақыты көп екенін байқаған Элла жұмысқа шықсам қайтеді деп ойлай бастады. Күйеуі шын ниетімен қолдап, екеуара үнемі осы жайында сөйлесіп болады-ау деген жердің бәріне барғанымен оңайлықпен жұмыс тапқан жоқ. Бұл барған жердің бәріне жас не тәжірибелі маман керек. Жұмыс іздегеннен көңілі қалып, құрсыншы деп бәріне қолын бір сілтеп мәселенің бетін жылы жауып қоя салды. Дегенмен 2008 жылғы мамырда осыған дейін жұмысқа тұруына кедергі болғанның бәрі бір сәтте маңызсыз болып, әне-міне 40-қа толамын деп отырғанда босындағы бір баспа үйінен қызық ұсыныс түседі. Асылында жұмысты тапқан күйеуі. Тұтынушыларының бірі көмектесіпті, әлде ойнастарының бірі мекен. Ой, жаным, анау айтқандай керемет жұмыс емес деп Элла ақтала бастады. Бір баспада әдеби редактордың көмекшісінің көмекшісімін. Құдамның құдасы, балықтың сорпасы дегендей ғой. Ал Давид әйелінің жаңа қызметін төмендеткісі жоқ. Жаным, неге олай дейсің? Деді ұмсынып. Нендей мықты баспа екенін айтпайсың ба? Давид Элланы шынтағымен ақырын түртті. Бірақ әйелінің аузынан түк шықпасын аңғарып сөзін жалғады. Бұл кәдімгідей атақты мықты баспа үйі Эстер апай, елдегі ең белгілілерінің бірі. Өзге көмекшілерді көрсем ғой, бәрі жап-жас, ең мықты деген университеттерді бітірген. Пәлен жыл үйде отырып қайта жұмысқа кіріскен Элла сияқты бірде-бір адам жоқ. Бағы бар жан ғой біздің Элла, солай емес пе? Элла қозғалақтап барып еңсесін тіктеді. Болар болмас езу тартып, зорлана жымиды. Бір жағынан күйеуі неге сонша тыпыршып кеткенін білгісі келді. Өзіне тиеп, жұмыс істемей үйде отырған сонша жылының орнын осылай толтырмақ па? Не мұны алдағанына өкініп, арадағы мұзды осылай жібітемін деп үміттене ме екен? Шынымен қайсы дұрыс? Ойына бұдан басқа ештеңе келген жоқ. Давидтің мұнша құлшына сөйлегенін басқаша түсіндіре де алмайсың. Көзі ашық деген осы, бәріміз Элламызды мақтан тұтамыз, деп сөзін тәмамдады Давид. Әсерленіп кеткен Эстер апай, «Я, Элладай жаңғайда, қызымыз қашанда өз дегеніне жететін алтын ғой, алтын», деді әңгімеге араласып. Құдды Элла мына жерде жоқ, соңғы сапарға аттанып кеткендей, ал бұлар қамығып мұны еске алып отырғандай. Үстел басындағылардың бәрі Эллаға сүйсіне қарады. Әйтеуір Ави кекетіп мұқатпай тыныш отыр, ал Орли сырт келбетінен басқа нәрсеге назарын аудардау. Элла сүйсіне қараған жақындарының махаббатын сезінсем деп еді, бірақ қолынан келген жоқ. Айдам, әйтеуір бойын бір құлықсыз күй билеп тегі бірі қашты. Әттең, мына татымсыз әңгіменің арнасын өзгертер біреу бар ма екен? Көптің назары өзіне ауғанды жақтырмаушы еді. Осы кезде тұла бойы тұңғышы Жанет мұның ойын оқып қойғандай сөзге араласты. Өздеріңізге айтар жаңалығым бар, сүйіншімді дайындай беріңіздер. Бәрі Жанетке қарады. Не дер екен деп аузын аңдады. Скотт екеуміз үйленеміз деп шештік, деп қойып қалды Жанет. Қазір не дейтіндеріңізді білемін, әлі оқу бітірген жоқсыңдар, сәл күте тұрыңдар, қайда асығасыңдар, жассыңдар, анау-мынау. Тек екеуміз де жаңа өмірге қадам басуға дайын екенімізді түсінсеңіздер екен. Дастархан басындағылар үн-түнсіз тына қалды.
Бірер минут бұрын бәрін әлдилеген бауырмалдықпен мамыражай күй көзден бұл ұшты. Орли мен Ави бір-біріне таңғала қарап отыр. Алма шырыны құйылған стаканын ұстаған күйі күтіп қалған Эстер апай әпенді бір мүсіншінің қолынан шыққан күлкілі семіз мүсін сияқты. Давид тәбеті қашқандай шанышқысы мен пышағын үстелге қоя салып, Жанетке қабағын түйе қарады. Қобалжып мазасы кеткенін қой көзінен аңғаруға болады. Бір бөтелке сірке суын іш деп біреу қинағандай түрі қашып кетті. Жағдай мәз емесін түсінген Жанет қыңқылдай бастады. Өп, айттым ғой, қуанғаннан бұлардың төбесі көкке жете ме десем, қайдағы, түрімізге қара, бұрыш-бұрыш болып кетті-ау, біреу-міреу көрсе қаралы хабар жеткізді дер. Қызым, сен жаңа ғана күйеуге тиемін дедің, деді Давид. Жанет не айтып не қойған білмей отыр деп ойлағандай. Әке, білемін, тосын болды. Тек кеше кешкі ас ішіп отырғанда Скотт үйленейік деді. Мен де келістім. Ал мақұл, неге келістің? Мұны сұраған Элла. Сөзі аузынан шыға салысымен қызы қалай қарағанын көргенде орынсыз сөйлегенін білді. Мақұл, қашанға жоспарлап отырсыңдар? Не, бұл қалай болғаны десе бір жөн. Солай сұраса Жанет бұлқан-талқан болмай қайта қуанар еді. Басқа неге келістің дегенді күткен жоқ. Жанеттің бұған берер жауабы да жоқ болып шықты. Ал мақұл, неге келістің деген несі? Скоттқа ғашық болғаннан сірә, әлде саған басқа себеп керек пе, мама? Элла айтқан сөзін түсіндірмекке тырысып, қалқам, айтпағым, неге сонша асығасыңдар? Жоқ әлде жүкті боп қалдың ба? Эстер апай отырған орнында қипақтап өзінен өзі қысылып жөткіріне берді. Стаканын қойды да қалтасынан асқазаны қыжылдағанда ішетін дәрісін шығарды. Аузына салып күтір-күтір еткізіп тісімен бөлді. Ави жырқ-жырқ күлді. Тух, осы жасында нағашы боласың десеңдерші. Элла Жанеттің қолынан қысыңқырап ұстады, өзіне қарай тартты. Нендей жағдайға тап болсаң да бізден ештеңе жасырмай айтуыңа болатын білесің ғой, иә? Не болса о болсын, біз сені қолдауға қашанда дайынбыз деді. Жанет қолын тартып алды да айғайға басты. Мама, қойшы осы, жүкті де басқасы да емеспін, оның қатысы жоқ, жерге қараттың ғой туған қызыңды. Тек көмектескім келді деп күбірледі Элла сабырлы әрі ұстамды болуға тырысып. Негізі кейінгі кезде бұған сабырлы ұстамды болу қиын соғып жүрген. Маған тіл тигізіп көмектесесің бе, мама? Саған салса сүйген жігітіме күйеуге тиюдің жалғыз жолы бар екен, иә? Жүкті боп қалу керек екен ғой. Сонда сен мені соншалық жеңілтек деп ойлайсың ба? Бұл қыз Скоттқа ессіз ғашық, сондықтан күйеуге тигісі келеді деген ой миыңа кіріп шықпай ма? Кездесіп жүргенімізге тура 8 ай болды ғой. Баланың сөзін айтпа, деді Элла. Бір еркектің мінезін танып білуге 8 ай жетеді деп ойлайсың ба? Әкеңмен отасқаныма 20 жыл. Бір-біріміз туралы бәрін білеміз деп айта алмаймыз. Оның қасында 8 ай дегенің не тәйірі? Бетімдей ғана уақыт. Ави жымиып сөзге араласты. Құдай бүкіл әлемді 6 күнде жаратты дейсіңдер сосын. 8 айда не болмайды? Дастархан басында отырғандар жақтырмай қараған соң Ави аузын жапты. Осы кезде қабағын түйіп ойланып отырған Давид жағдай шиеленісіп бара жатқанын түсінді де: Қызым, тыңдашы, мамаң біреумен кездесу бір басқа, үйлену бір басқа дегенді айтып отыр, деп әңгімеге араласты. Тек папа өмір бақи кездесіп жүреміз бе сонда? Деп сұрады Жанет. Элла терең күрсінді де қайта бастады. Мейлі, сөзді бұрмаламай ашығын айтайын. Мен де әкең де өзіне лайық адамды кездестірерсің деп күттік. Мынауың ақыл тоқтатқан адамдардың қарым-қатынасы емес қой, ондайға әлі жассың деймін. Мен не ойлап отырмын білесің бе, мама? Жанет бәсең ақырын сөйлегендіктен даусы күңгірлеп шықты. Кезінде сен неден қорықсаң, соның бәрі менің де басыма келеді деп білесің. Тек жастай тұрмыс құрып мендей кезінде бала таптың екен деп сен істеген қатені қайталар ойым жоқ. Элла біреу шапалақпен тартып жібергендей екі беті нарттанып кетті. Санасының бір түкпіріндегі есіне алғысы келмейтін естеліктерге қайта жан бітті. Жанетке аяқ ауыр кезі, шарасыз қалған, көз жасы құрғамайтын, бәрінен мезі болып қажыған шағы. Жүктілігі ауыр өтті. Денсаулығы да нашарлап күйзелді. Оның үстіне айы күні жетпей босануға мәжбүр болды. 7 айлығында шала туған тұңғышы сәби кезінде-ақ мұның бар күшін сорып алғандай еді. Қажып кеткені сондай, Элла тағы бала туу үшін күректей 10 жыл күтті. Осы кезде басқа жолды көрсем қалай болар екен деп ойласа керек, Давид байыппен сөзге араласты. Қызым, Скоттпен кездесе бастағаныңда әке шешең болған соң біз де қуанғанымыз рас. Әрине жөні түсу бала, нағыз ер азамат.
бұл заманда ондай адамды табу оңай емес. Әйтсе де асығатын не бар? Алдымен оқу бітіріңдер. Сол кезде не ойлайтыныңды кім білген? Оған дейін не өзгермейді дейсің? Жанет солай шығар дегендей басын изеді. Әйткенмен әкесінің айтқанына мүлде келіспеген тәрізді. Содан ешкім ойламаған бір сұрақты дұрыс еткізді. Әлде Скотт еврей емес деп қарсы болып отырмысыңдар? Давид қызы мұндайды айтады деп ойламаса керек. Өз құлағына сене алмай көзін алартты. Не дегенмен ол көкірегі ояу, мәдениетті, заманауи, либерал, демократ әкемін деп мақтанатын. Тегінде дәл осы себепті үйде құқық, дін, жыныс, таптық мәселелер туралы сөз қозғағаннан қашатын. Тек Жанет айтқанынан қайтқан жоқ. Әкесін қойып не дейсің дегенде шешесіне қадады. Мама, көзіме тура қарап айтшы, мен сүйген жігіттің аты Скотт емес Арон Филангштейн болса, оған да күйеуге тимейсіңдер ме едің? Жанеттің даусы жарқыштанып қатты шықты. Элланың жүрегі қысылып кетті. Қызының бұған деген өкпесі қара қазандай ма еді? Неге сонша жазғырады? Осынша кінәмшіл, бөтен, күдікшіл болар ма? Тыңдашы жаным, саған ұнасын ұнамасын мамаң болған соң шындықты айтуым керек. Жас болу, ғашық болу, сөз салу, мұның бәрі керемет, білмейді дейсің бе? Ойнап күлсең дегеннен басқа ойыңда ештеңе жоқ. Ондай мына менің де басымнан өткен. Тек тұрмыс құрамын дедің бе? Бітті. Қалған жеріңде қаласың. Өзіңе мүлде ұқсамайтын адамға күйеуге тию құмар ойнағанмен пара-пар. Әке-шешең болған соң әрине дұрыс шешім шығарса екен дейміз. Сендерге дұрыс көрінген шешім маған мүлде жат болса қайтпексің? Элла мұндай сөз естимін деп ойлаған жоқ. Ауыр күрсінді де шекесін ұстап уқалай бастады. Сақинасы ұстағанда да басы бұлай ауырмаушы еді. Мен о жігітке ғашықпын, мамы, түсінесің бе? Осы сөзді есіне түсіре алдың ба? Махаббат, жүрегің дүрсілдеп соғады, онсыз өмір сүре алмайсың. Элла еріксіз қарқылдап күліп жіберді. Қызын келеке қылғысы келмеген. Тек мына күлкісі солай көрінді. Әжуалағандай. Неге мұнша күйгеліктеніп кеткенін өзі де түсінбей тұр. Қызымен осыған дейін 10, тіпті 100 рет ұрысқан шығар, тек мұнша сөзге келіп жүз шайыспаған еді. Бүгін өз баласымен емес, сондай бір зұлым әрі қас дұшпанмен жанжалдасып отырғандай. Мама, неге күлесің? Сен не өміріңде ғашық болып көрмеп пе едің? Деп баж ете қалды Жанет. Жетер, өлтіретін болдың ғой мені. Көзіңді аш, жаным, жалынайын, қара жан-жағыңа. Осыншама аңғал болуға бола ма адам? Не дерін білмей қалған Элла сәл кідіріп айналасындағыларға қарады. Осыншама романтик бола ма екен? Деді аяқ жағында. Романтик болса не бопты? Деп сұрады Жанет өкпелеп. Шынында да романтик болғаның несі жаман екен? Элла ойға шомды. Бұрын мұндай емес еді. Кезінде өзі де күйеуі романтик емес деп өкпелейтін осы сөзді қолдайтындардың бірі еді ғой. Сонда романтик адамдарды қашаннан бері ұнатпайтын болған? Жауабын таба алмады. Бәрібір сол өктем қатқыл даусын өзгертпей екпіндей сөйледі. Шырағым, сен қай ғасырда өмір сүріп жатырсың? Мына сөзді жақсылап есіңде сақта. Әйел өзі ғашық болған жігітке байға шықпайды. Уақыты келгенде балаларына жақсы әке, өзіне қамқор жар бола алатын азаматтың етегін ұстайды. Түсіндің бе? Ал махаббат дегенің бүгін бар, ертең жоқ. Жай ғана өткінші тәтті сезім. Элла сөзін аяқтағанда күйеуі екеуінің көзі түйісіп қалды. Давид қолын айқастырып суық қарап отыр. Жолдасының мұндай түрін бұрын соңды көрмеген. Іші қылп ете қалды. Уайымың не екенін білемін, мама, деді кенет Жанет. Бақытты болғанымды қызғанасың, жастығымды көре алмайсың, мен де өзіңдей болғанымды қалайсың, бақытсыз, ынжық, зерігіп, іші пысып үйде отыратын әйел болса екен дейсің. Элла ішіне тас түскенде қатты да қалды. Сонда туған қызы мұны осылай көреді екен ғой. Бақытсыз, ынжық, зерігіп, іші пысып үйде отыратын әйел, солай ма? Жарты өмірі өткен, күйрегелі тұрған отау босағасына сүйінген көп әйелдің бірі ме? Демек осындай екен ғой. Күйеуі де солай ойлай екен, достары мен көрші көлемше. Осы бір ой мазасын алды. Жанындағылардың бәрі мұны іштей аяп отырғандай. Күлбілте күмәні жанын қинағаны сондай, тынысы тарылып, үні шықпай қалды. Давид қызына қарап, тез мамаңның кешірім сұра, деді. Мұнысын қабағын түйіп сұрлана айтқанымен шынайы шыққан жоқ. Ештеңе етпейді, кешірім сұрасын демеймін, деді Элла суық қарап. Жанет те шешесіне күмәндана қарады. Содан соң алдында жатқан майлықты лақтыра салды да, орындығын итере түрегеліп ас үйден шығып кетті. 1 минут өтер-өтпестен Орли мен Ави де бірінен соң бірі тұрып, аяғының ұшынан басып бөлмеден шығып кетті. Аяқ астынан әпкесіне қолдау көрсеткілері келді ме, әлде үлкендердің сүйкімі кеткен әңгімесінен шаршады ма, әйтеуір бұлар да кетті.
іле-шала Эстер апай да тұрды. Асқазаны қыжылдағанда ішетін дәрісінің соңғы түйірін аузына салып, күтір-күтір тістеді де су қайда екен деп сылтауратып шығып кетті. Сөйтіп дастархан басында Давид пен Элла екеуі қалды. Мына жердің ауасы еңсені басып емес, езіп барады. Ерлі-зайыпты арасындағы алшақтық анық сезілді. Екеуі де бұлардың басын ауыртқан Жанет те, өзге балалары да емесін жақсы біліп отыр. Бұлардың басын ауыртқан өздері. Баяғыда оты өшіп, өл өсіреген шоғы қалған шаңырағы. Давид әлгінде үстелге қойған шанышқысын алып, ермек қылғандай аударып төңкере бастады. Демек, әлгі сөзіңе қарасақ, сүйген адамыңмен тұрмыс құра алмаған екенсің ғой? Жоға жаным, не ғой, олай дегім келген жоқ әрине. Сонда не дегім келді? Деді Давид әлі де шанышқыдан көзін алмай. Ал мен ғашық болғандықтан шаңырақ көтердік деп ойлаппын. Ғашық едім, деді де Элла. Сол кездері ғашық болғам, деп қосты. Сонда маған деген махаббатың қашан суыды? Күйеуіне таңдана қарады. Өмірінде жүзін айнадан көрмеген адамға айна ұстатқанда қалай таңқалса, бұл да тосын ақиқатпен бетпе-бет келгендей мелшиіп отыр. Шынымен де күйеуіне деген сезімі қашан суып кеткен? Қай жылы, қай күні, қай босағада бірдеңе дегісі келген сияқты. Сөз таба алмады, кідірді. Шынында екеуінің де қолынан жақсы келетін, үнемі істейтін бір ісі бар. Елемеу деген іс қой. Сағат тілі жылжағаны білінбей сырғып жатыр. Әдеттегідей өз ағынымен көңілсіз бір сарынды керіліп, созылып, кежегесі кейін тартқан кежір уақыт тоқтаусыз жылжи берді. Бір кезде Элла жылай бастады. Өзін ұстай алмады. Давид ашуланып теріс қарады. Бұл әйелдерді тым жылауық деп ойлайды, әсіресе әйелі жылағанын жек көреді. Сондықтан Элла күйеуінің жанында оңайлықпен көз жасын төкпейді. Тек бүгін болған жайттың бәрінде бір жасандылық бартын. Абырой болғанда дәл осы кезде телефон жырылдап, екеуін де осы шиеленіскен құрсаудан құтқарып қалды. Давид телефонды алып, «Алло, иә, өзі де осында отыр, қазір тұра тұрыңыз», деді. Элла тұтқаны алып жатып бойын тіктеп барынша көңілді сөйлеуге тырысып. «Алло, тыңдап тұрмын», деді. «Сәлеметсің бе, Элла, Мишельмін ғой. Баспадан хабарласып тұрмын, жағдай қалай?» деген жас әйелдің даусы естілді. «Біз берген романды қарай бастадың ба? Соны білейін дегем, редакторымыз сұрап қой деген соң қоңырау шалдым. Есіңде болсын, біздің Стив мұндай іске келгенде тым кірпияз». Хабарласқаның дұрыс болды», деді Элла, бірақ өзі күрсініп алды. Әлгі атақты баспаға әдеби редактордың көмекшісі болып кіргенде бұған берілген алғашқы тапсырма ешкім танымайтын бір автордың романын оқу. Әуелі кітапты оқып, сол туралы егжей-тегжейлі пікір жазуға тиіс. Стивке уайымдамасын деп айт, жұмысты бастап кетті деп өтірік соғып жіберді Элла. Алғашқы тапсырмасын бастамай жатып, Мишельге жұмыс десе жанын беретін мансап қуған қызбен тартысуға зауқы жоқ. «Қойшы, шынымен бе, күшті ғой, роман қалай екен?» Элла бір сәт не дерін білмей тосылып қалды. Қолындағы мәтіннен бейхабар. Тарихи мистик роман екенін даңқты шайыр Руми мен оның сопы досы Шәміс туралы жазылғанын ғана білетін. Бары сол. «Не ғой, әлгі, шын айтсам, өте бір мистик кітап екен», деді қалжыңмен мәселені шешуге тырысып. Тек Мишель жеңілтектікті әзіл қалжыңды түсінетін адам емес. Деді тым салмақты үнмен. «Тыңда, меніңше мына жұмысыңды жақсылап жоспарлап алғаның жөн. Ондай күрделі романға пікір жазуға сен ойлағаннан да көп уақыт», деді де даусы үзіліп кетті. Мишельдің даусы бір естіліп, бір естілмей қалды. Осы уақытта Элла телефонның ар жағындағы қыздың дәл қазір не істеп жатқанын елестетіп көрді. Бір жағынан біреуге нұсқау беріп, екінші жағынан баспагерлер жазушылар туралы Нью-Йоркер журналына шыққан сын мақалаға көз жүгіртіп, сатылым есебін, электрон поштаға жаңа хат келген-келмегенін қатар тексеріп отыр. Арасына балық салған сэндвичін тез-тез жеп, мұз қосқан кофесін ішіп отырған шығар. Бір сәтте 5-6 істі қатар атқарып отыр сірә. «Элла, естіп тұрмысың?» деп қайта сұрады Мишель 1 минуттан соң. «Иә, тыңдап тұрмын». Айып етпе, жұмыс көп, жақында жынды болатын шығармын, тұтқаны қоямын. Есіңде болсын, жұмысыңды 3 аптадан соң өткізесің. Қазір қарап жіберейін. Бүгін 17 мамыр ма? Демек, мақалаң маусымның 10-на дейін қолында болуға тиіс. Келістік пе? «Уайымдама», деді Элла барынша сенімді сөйлеуге тырысып. «Уақытында тапсырамын». Бұл жерде мұның айтқан сөзі емес, сөз арасында кібіртіктеп әлсін-әлсін үнсіз қалғаны, нендей күйде тұрғанын әшкерелеп қойғандай.
Шын айтқанда өзіне берген романды оқығысы келе ме, оған да сенімді емес. Әдепкіде бұл іске сыбана кіріскен. Ешкім танымайтын бір автордың жарияланбаған романының тұңғыш оқырманы болу қызық ойындай көрінген. Роман мен автордың тағдырына аз да болса ықпал етеді емес пе? Ал қазіргі күйі мүлде бөлек. Мұндай мәтінге уақытын қиғысы келмей істесем бе, істемесем бе деп ойланып қалды. Роман тақырыбы мұның өміріне түк қатысы жоқ. Сопылық дейді. Мистицизмі тағы бар. Оның үстіне адам заманда 8-ші ғасырда болып кеткен бірдеңе. Болған жерін айтсаңшы, қияндағы Анадолу өлкесі. Ол жерді картадан да таба алмайтын бұл қалай осынша бетті оқып шықпақ? Бұрын соңды естімеген нәрсесіне қалай зейін қоймақ? Осы арада Мишель Элланың толқып тұрғанын сезгендей. «Не болды, бір мәселе бар ма?» деп сұрады. Дереу жауап алмаған соң. «Элла, маған сенсең болады. Мазаңды алған әлдене болса, жасырмай айтқаның маған да, өзіңе де жақсы», деп қосты. «Қазір көңіл күйім онша емес, жасырып қайтейін. Тарихи роман оқуға дайын емеспін бе деймін. Қате түсініп қалма, Румидің өмірінен мен де қызығамын әрине, тек бұл тақырып маған жат. Оқуға басқа роман берсең қайтеді деп қоямын. Бір оңайырақ түсініп кете алатын бірдеңе болса». «О, ең болмағанда сен олай істемеші, мұның не? Болмайтын нәрсені айтып тұрсың ғой», деп күрсінді Мишель. «Әттең қайтейін енді, десе де бұл салаға жаңа келгеннің бәрі басында осылай қателеседі. Адам өзіне таныс тақырыпқа жазылған романды оңай оқиды деп ойлаймысың? Ондай ереже жоқ. Ондай да редакторлық бола ма екен? Біз қазір 2008 жылы ақш-та Массачусетсте өмір сүріп жатыр екенбіз деп төңірегіміздегіні ғана, қазіргі заман туралы жазылған романдарды ғана шығарамыз ба сонда?» «Жоқ, әрине олай дегенім жоқ», деп Элла ақтала бастады. Осы арада бүгіндікке бәрі мұны дұрыс түсінбейтіндей көрініп, сол үшін ақтала беретінін ұқты. Күйеуіне көз қиығын салды. Бұл да солай ойлай ма екен? Ай, бірақ Давидтің жүзі құлып салып мөр басып бекітіп кеткен есіктей ғой. Түк біле алмайсың. Бұл да ештеңе біле алған жоқ. Құдай ақы, көбіне өзімізге түк қатысы жоқ кітаптарды оқуға тура келеді. Біздің жұмыс осындай. Мұны саған мен айтпасам кім айтады? Қара, мысалы осы аптада Тегеранда жезөкшелер үйін басқарып, елден қашуға мәжбүр болған ирандық әйелдің кітабын басуға дайындадым. Не істеуім керек еді? Әйел ирандық екен, барсында кітабын ирандық біреуге оқытсын деуім керек пе? Жоқ, әрине олай емес, деді Элла тұтығып. Өзін ақымақ, қылмысы әшкереленіп жапа шеккендей сезінді. Әдебиет дегенің шалғайынды жақындатып, сан алуан мәдениет арасында көпір болмай ма? Адамдарды байланыстыратын да әдебиет емес пе? Әрине солай. Айтқанымды ұмытшы, өтініш. Мақаланы сен айтқан күнге жеткізбей жазып беремін, деп шорт кесті Элла. Сол сәт Жармес көріп тұрма мені, қалай сөйлейді деп Мишельді жек көріп кетті. Жасы әлдеқайда кіші қыз бұған өктем сөйлеп тұр. Сөйлеуіне мұрсат берген өзі ғой. Асылы қызды емес, іштей өзіне тыжырынып тұрған еді. «Иә, сөйткенің жөн, бәсе, дәл осылай жалғастыра бер», деді Мишель. «Мені дұрыс түсін, дегенмен ұмытпауым керек бір жайт бар деп білемін. Дәл мына сенің орныңда болсам, дәл осы жұмысты істесем дейтін кем дегенде 20 адам тізімде тұр. Олардың көбі сенен әлде қайда жас. Осы есіңде болсын, сонда жұмыс істеуге деген құлшынысын қалай артатынын көр». Элла ақыры тұтқаны қойғанда күйеуі екеуінің көзі түйісті. Давид міз бақпай тұр. Келген жерден бағанағы әңгімені жалғайық деп күтіп отырғаны анық. Әйтсе де Элла үлкен қызымыздың ертеңі не болады деп зар илеп отырғысы келген жоқ. Әрине, ері мен әйелінің әу бастан уайымдағаны бұл емесі анық. Сәлден соң Элла кіреберістегі жел орындыққа жайғасты. Жалқын сәуле шашқан қызыл күн Нортхамптон көкжиегіне батып бара жатыр. Көк аспан жақын болғаны сондай, қолын сызса жететіндей-ақ. Әбігерге салған осынша шу, осынша жағдай ығырын шығарғанда ештеңе ойлаған жоқ. Бәрі сап тиылды. Несие картасы төлемдері, жөнді тамақ ішпей жүрген Орлидің ретсіз күн тәртібі, үлгерімі нашарлаған Абидің мәселесі, Эстер апай мен какао қосылған балкүлше, аяғына оратыла беретін қалқа, жоқ жерден күйеуге тиемін деген Жанет, талайдан бері көзіне шөп салып жүрген күйеуі. Осының бірі де мазалаған жоқ. Әдетте ойынан бір сәт шықпайтын осылардың бәрін желкесінен ұстап кішкентай қораптарға салып кілттеп тастады. Алай-дүлей болған көңіл күйіне қараған жоқ. Элла әрбіті баспа үйе берген мәтінді алды да салмаған өлшегендей қолымен тартып көрді. Мұқият тігілген қағаздар мөлдір папкаға салынған. Роман атауы бірінші бетке сия көк түспен жазылыпты. Махаббат шариғаты. Жұмысындағылар Эллаға автор туралы ешкім ештеңе білмейді деген. Голландияда тұратын жұмбақ адаммыз.
Есімі Захара. Қандай да бір авторлық құқық агенттігі ұсынбаған, қолмен жазған 300 беттік романын Амстердамда отырып поштадан салып жіберген. Ашық хатын қоса жолдапты. Ашық хат бетіне көздің жауын алатын алқызыл сары және күлгін қызғалдақ алқабының суреті салынған, ал арт жағына тағы сол маржандай жазуымен жазған хаты бар. Құрметті редактор, бұл хатты Амстердамнан жолдап отырмын. Хатпен қоса жіберген хикая 8 ғасырда Анадолы жеріндегі Кония қаласында өткен. Тек шын айтсам, бұл оқиға уақыт, мекен және мәдени айырмашылықтардан ада әмбебап дүние. Ислам әлемінің ең ұлы шайыры әйгілі Сопы Руми мен түрлі ғажайыптарға себеп болған Кезбе Дәруіш Шамс Тебризи арасындағы қайталанбас достық туралы тарихи мистик романды оқуға мұрсат табасыз деп үміттімін. Осындай ниетімді білдіріп, баспаңызға «Махаббат шариғаты» деген кітабымды жолдап отырмын. Мақсатыңыз махаббат, махаббатыңыз мәңгі болсын. Құрметпен, Захара. Элла баспа үйі редакторын дәл осы ерекше ашық хат қызықтырғанын түсіне қойды. Тек Стивтің қолы бос емес. Әуесқой жазушылардың романын оқып отыратын уақыты жоқ. Сондықтан мына папканы көмекшісі Мишельге берсе керек. Алайда әр минуты санаулы, Мишельдің тіпті уақыты жоқ. Ол да дымын білдірмей романды жаңа көмекшісіне бере салды. Қолдан қолға өткен «Махаббат шариғаты» ақыры Эллаға жетті. Кітапты оқып егжей-тегжейлі мақала жазу енді мұның міндеті. Бұл жай роман емесін Элла қайдан білсін? Бұл кітап бүкіл өмірін өзгертетін «Махаббат шариғатын» оқып отырып өмірінің әр жолын қайта жазарын қайдан білсін? Бірінші бетін ашты. Автор туралы біраз мәлімет бар екен. Жиһангез Захара саяхатқа шықпаған уағында ара-тұра достарымен кездеседі. Сосын кітабын оқып, мысықтары мен тасбақаларына қарап, Амстердамдағы үйінде жатады. «Махаббат шариғаты» оның алғашқы романы, соңғысы болуы да бек мүмкін. Жазушы боламын деп құмартпаған автор Руми мен оның ардақты досы Шамси Тебризиге деген құрметі мен махаббатына бола қолына қалам алған екен. Элла ең соңындағы сөйлемге көзі түскенде өзіне жақсы таныс сөзді оқыды. Бәзбіреулер жоққа шығарғандай махаббат деген бүгін бар, ертең ғайып, жай ғана тәтті сезім емес. Элла қайран қалды. Мынау өз сөз ғой. Осыдан бірер минут бұрын ас үйде қызына тап осы сөзді айтты емес пе? Бір сәт дүдәміл ойдың шырмауында қалды. Ғаламның бір түкпірінен біреу мұны бақылап тұрғандай, бойы түршігіп кетті. Асылы 21 ғасыр мен 8 ғасыр арасында бәлендей айырма жоқ. Тарих кітаптарында 2 ғасыр турасында былай дейді. Бұрын-соңды болмаған діни, мәдени қақтығыстар, соқыр сенім, түсінбеу, күдік, күмән, уайым мен өктемдік. Бірінен бірі өткен қорлық, жұрттың айтқан мұң шері ағыл-тегіл қилы заман. Мұндайда махаббат жанға жайлы жылы сөз ғана емес, өз алдына бір компас. Махаббаттың нәзік иіріміне үңілер ешкімнің уақыты жоқ заманда махаббат шариғатының мәні арта түседі. Қоңыр салқын жел есті. Верандадағы қураған жапырақтар қалықтап, төңіректі айнала ұшып жүр. Күн ұясына батты. Көк жүзін билеген қуаныш пен ыстық тарап кеткен. Өйткені махаббат өмірдің өзі, асыл мұраты. Мәулана айтып кеткендей, күндердің күні махаббат өзінен қашқандарды да, тіпті ой бір романтик жүрген деп жұртты жазғырғандарды да бәрін мықтап құрығына түсіреді. Элла аузы ашылып алдындағы парақтан көз алмай үңіліп әлі отыр. Өзі туралы дәлме-дәл жазылғанын көрмейсің бе? Оқып отырған бетінде махаббат бәрін, тіпті Бостон маңында тұратын 3 баласы бар Элла Рубинштейн деген үйде отырған әйелді де айналып өтпей қоймайды деп жазылса да тап осылай таңқалар еді. Іштей бір дауыс қағаздарды бір шетке ысырып қой да ішке кіріп Мишельге қоңырау шал. Мына біртүрлі кітапты оқи алмаймын деп сыбырлады. Әйтсе де біраз бұлтаққа салған соң тереңнен тыныс тартты да қағаздарды парақтап, мамырдың жылы кешінде өмірі атын естімеген бір жазушының өзіне жат дүниені баяндаған романын оқуға кірісті. Махаббат шариғаты, Захара. Біз тілге, сөзге қарамаймыз, көңілге, халге қараймыз. Әдепті білгендер бөлек, жаны күйген ғашықтар бөлек. Махаббат шариғаты тым діннен ерек. Ғашық жанның шариғаты да Алла, мәзхабы да Алла. Мәулана Жәлеләддин Руми, Мәснәуи, 2 том. Бұдан біраз жыл бұрын ғой,
бір роман жазсам деген ой туды. Махаббат шариғаты. Тек жазуға жүрек үстіндім. Тілім байланып, қаламым жүрмей қойды. Әлі пештен шыққан 40 нанымды жеуім керек, тәжірибе жию қажет дедім. Дүние кездім, кісі таныдым, хикая тердім. Неше көктем өтті, пештегі нан да таусылды, тек мен әлі махаббат десе баладай бейкүнә шикі едім. Хамуш, яғни үнсіз дейтін Руми өзіне. Ешбір шайыр өзін бұлай атамаған, оның үстіне аты әлемге мәшһүр ұлы шайыр, ісі, өмірі, тұлғасы, тіпті демалған ауасы да сөзге тұнып тұрған, 50 мыңнан астам керемет өлең жазған адам бола тұра, неге өзіне үнсіз деп ат қойғанын білемісің? Ғаламның да дәл біздікіндей жұмсақ жүрегі, жүрегінің қалыпты қағысы бар. Жылдар бойы қайда барсам да сол дауысты тыңдадым. Әр пендеге жаратқанның аманаты жасырылған асыл жауһар деп қарап, оның дегеніне құлақ қойдым. Тыңдағанды сүйдім, сөйлемдерді, сөздерді, әріптерді сүйдім. Дегенмен бұл кітапты жазуыма себеп болған тұтас тыныштық. Мәснауиге пікір білдіргендердің көбі бұл құнды туындыдағы бәйіттердің басымы Б әрпінен басталатынына назар аударған. Алғашқы сөзі бишреф, яғни тыңда, үнсіз. Шайырдың ең асыл туындысы тыңда деп басталғаны қалай? Асылы үнсіздікті естимісің өзі? Бұл романның да әр тарауы сол дауыссыз дыбыстан басталады. Неге деп сұрамағын? Жауабын өзің тап. Жүрегіңде сақта, ешкімге айтпа. Өйткені бұл жолдарда түсіндіргеннің өзінде құпия болып қалуға тиіс ақиқат бар. Захары, Амстердам, 2007 жыл. Алғы сөз. Бітпейтін билікке талас, діни қақтығыстар, мәзһаптар тартысы, саяси қайшылықтар. 8 ғасырда Анадолы осының бәрін көзімен көрді. Батысындағы Құдысты бетке алған кресшілер Константинопольге басып кіріп, шаһардың түгін қалдырмай тонады. Сөйтіп, Византия империясы бөлінуіне жол ашқан еді. Шығысындағы көреген қолбасшы Шыңғыс хан бір сызықтың бойымен жүріп тұратын моңғол жасағының күшін арттырды. Византия айырылып қалған жерін, байлығы мен билігін қайтармаққа тырысып жатқанда, солардың арасындағы небір түрік әмірліктері де өзара соғысты. Бұл ғасырда бұрын-соңды болмаған дүрбелең тартыстар да үдеп кетті. Христиандар христиандармен, христиандар мұсылмандармен, мұсылмандар мұсылмандармен жауықты. Қайда барсаң да өшіккен жұрт, қай жаққа қарасаң да қасірет пен ашкөздік. Кімге кезіксең де ертеңі не боларын білмей сарыуайымға салынып, сарсаңға түсіп сабылған жұрт. Осынау дүрбелең заманда сан шаһарлар арасындағы Конияда бір ислам ғұламасы өмір сүріпті. Көпшілік Мәулана, яғни ұстазымыз дейтін бұл абыройы асқан дананың төрткүл дүниеде жиылған мыңдаған шәкірті мен табынушысы болыпты. Жамағаты түн мұсылманға нұр шашатын шырақ санапты. Жұрт оны Жәлеләд-дин Руми деп білетін. 1244 жылы Руми тебриздік Шәміспен танысады. Шәміс Жиһангез Каландария дәруші еді. От ауызды, орақ тілді Ділмардың нақ өзі екен. Бұлардың жолы тоғысқан соң, екеуінің де өмірі түбегейлі өзгеріпті. Ерекше берік көңіл бірлігі осылай басталған. Кейінгі ғасырларда өмір сүрген сопылар бұлардың достығын екі үміттің бірігуіне теңеді. Дәл осы теңдесі жоқ жолдастықтың арқасында бұрын үстемдікке жақын болған дін ғұламасы Руми дағдылы әдетінің бәрін бұзуға батылы барып, махаббат пен жаратқанды шын жүрегімен қорғаған хас шайыр болған. Кейін ислам әлемінің Шекспирі қылған мол мұрасын қалдырды. Табынушылық пен кертартпалық тамырын тереңге жайған дәуірде жан-жақты, бай әрі бейбіт руханиятты жақтады. Есігі бәріне айқара ашық жатты. Тап қазіргідей сол кезде де кәпірлерге қарсы күрес дейтін жихадқа емес, адам өзіне үңіліп дамуына жетелейтін ішкі жихадқа назар аударды. Адам біткенге өлгенше өзіңмен алыс, нәпсіңді жең деді. Әйткенмен, кез келген адам жүрек түкпіріндегі махаббат тасқынын елемейтіні секілді, жұрт та мұның ойын дегеннен құп көрген жоқ. Тебриздік Шәміс пен Руми арасындағы сол берік рухани қарым-қатынас туралы түрлі қаңқу сөз тарап, нақақ жала жабылды. Ортаға түскен талай адам болды. Айтқандарын күпір дегендер де жоқ емес. Бұларды ешкім шын түсінген жоқ. Сөз қылды, қызғанды, ақырында ең жақыным дегендері қиянат қылды. Танысқалы 3 жылға жуық уақыт өткенде екеуі екі жаққа кетті. Бұл да өз алдына аса ауыр,
адам жүрегі шыдамас қайғы еді. Тек екеуінің хикаясы мұнымен біткен жоқ. Асылы бұл хикая ешқашан аяқталған жоқ, жалғаса берді. 8 ғасыр өтсе де Шәмс пен Мәулана Жәлеләддин Румидің рухы тірі, арамыздан бір адымда алыстаған жоқ. Баскесер, Александрия, 1252 жылғы қараша. Баяғыда өліп қалған. Бұл жалғанда жоқ қазір. Тек қайда барсам да зәреңді алар ақық тастай қара көзін менен айырмайды. Көктен ежірейіп қарап тұрады. Коньядан қарамды батырып, қиянға қашсам, санамды бұрғыдай тескілеген естеліктен құтылармын деп үміт қылып едім. Оның қалай ышқынғаны санамда әлі жаңғырып тұр. Жүзін қан жуып, көзі шарасынан шыға жаздап, ақ ұрғандағы даусын айтсайшы. Қақпанға түскен қасқырдың ұлығанындай сол дауыс бауыздалған адамның бақылдасқаны еді. Біреуді өлтіргенде шүбәсіз саған да оның бірдеңесі шығады. Бір қылығы, иісі, демі, ақ ұрғаны, қарғысы, даусы ма әйтеуір бірдеңесі. Мұны өзім құрбанның теріс батасы деймін. Денеңе жабысады да қалады. Тәніңді тескілеп оя бастайды. Жүрегіңе дендеп енгенше тоқтамайды. Қадалған жерінен нәр алып өсіп өнеді. Түсіңе кіреді, ұйқыңды ұрлайды. Күндіз әупірімдеп күніңді өткізерсің, бірақ түнде жалғыз қалғанда төсекте жатып суық терге малшынасың. Сөйтіп, құрбан өз жанын алғанмен бірге жасай береді. Қабыл әбілді өлтіргелі бері құрбаны қалдырған аманаттан құтылған баскесер жоқ. Көшеде кезіккен жұрт байқамас, бірақ менің бойымда осыған дейін өлтірген әр адамымның бір белгісі бар. Олар құдды мойныма тағылған зіл қара салмағы бар алқа сияқты. Мұндай зілмауырды арқалап өмір сүру оңай емес, кейде тіпті дем жетпей қалады. Міне солай. Кісі өлтіріп тартқан азап ештеңеге ұқсамайды. Бұл азап та емес, оған бойым үйреніп кеткендей. Мұны болмысымның бір бөлшегі санайтын болдым. Тынышымды алмайды, не өзім солай ойлайтын болған мынау сірә. Тек қай кезден бері бұлай болғаны есімде жоқ. Жә, соңғы өлтірген адам мені осынша сарсаңға салып кеткені несі? Бұл жолы о бастан бәрі басқаша болды. Әңгімені сол істі қалай тапқанымнан бастайын. Әлде іс мені қалай тапқанын бастайын дегенім дұрыс па? 1247 жылғы күздің аяғы болатын. Коньядағы жәлепхананы басқарған, қаһарына мінсе не боларын дүйім жұрт білетін қыз текенің қол астында жандай шап болдым. Жұмысым жезөкшелерді кезекке қою, шектен шыққандардың сазайын беріп, күш көрсетіп, қорқыту. Есіме алсам күні кеше болғандай. Жәлепханадан қашқан қаншықтың ізіне түстім. Ойда жоқта тәубесіне келіп, дін жолына бет бұрмақшы екен сайқал. Не болса да әдемі қыз еді, обалақ. Бұлай аздап көңілім кеткені рас. Қолыма түскен мезетте енді бір еркек қарамайтындай етіп бетінен бет қалдырмай быт-шытын шығармақшы болғанмын. Шөл гүлі деген лақабаты бар әлгі ақымақ қызды қолға түсіруге сәл қалғанда бір құпия хат алдым. Есілдердің сол тосын хатқа ауды. Төмен жағында иман сақшылары деген жазуы бар. Кім екеніңді жақсы білеміз, депті хатта. Бұрын хашиштің ұрда-жық сойыл соғары едің. Хасан сабақ өліп, ағым жетекшілерін зынданға тастаған соң еш жей алмай қалдың, бұрынғыдай болмадың. Қорыққа түспейін деп Коньяға қаштың. Сонда жасырындың, қараңды батырдың. Басқа кәсіп тауып, ныспыңды өзгерттің. Енді міне дәл өзіңе лайық бір шаруа бар. Аса маңызды іс дейді, соған қажет екенмін. Хатта жазғаны осы. Ақысына да көңілің толады деп уәде беріпті. Айтқаны қызықтырса, ақшам намазы кіріп, азан оқылғанда әйгілі шарапханаға баруым керек. Кездесер жеріміз сол. Терезеге таман тұрған бір үстелге барып, есікке теріс қарап отыр. Басыңды көтерме, екі көзің жерде болсын депті. Көп ұзамай мені жалдамақ болған кісі, әлде кісілер осы араға келіп, қажет мағлұматтың бәрін айтады екен. Әлгілер келіп кеткенде де сөйлесіп отырғанда да басымды көтеріп, жүзіне қарауыма рұқсат жоқ. Біртүрлі хат екен. Тек оны бір жеріме де қыстырған жоқпын. Талай адаммен істес болдым ғой, олардың оғаш мінезіне үйреніп қалғанмын. Жылдар бойы нешеме адамның шаруасын тындырғанмын. Біреуі атын айтқан емес, жасырды. Сонша жылдық тәжірибем көрсеткендей, өлтір деп бұйырған адам атын қаншалық жасырса, құрбанға соншалық жақын болып келеді. Бұл қатқан қағидадан хабарым барды. Тек шатағым қанша, менікі белгілі, ісім өлтіру.
жүзімін жеп, жүзімдік туралы сұрағаным болмас. Аламут қамалынан кеткелі бері таңдаған өмір жолым осы. Сұраққа жоқ кісімін, мен не сұраушы едім? Бір білерім, бұл дүниеде кім-кімнің де ең азында осының басын қақсам деп жүрген біреуі бар. Қолын қан қылып кісі өлтірген жоқ қой, демек тірі жанға қастық қылмаған деп ойламау керек. Мақұл, осынау ауыр күнәні амал дәптеріне жаздырмаған шығар. Тек ойында не бар кім білген. Кісінің қанын суша ағызсам деген құштарлық жоқ деп кім айтты? Асылында кез келген адам бір күні кісі өлтіруі мүмкін. Тек мұны көп ешкім біле бермейді. Мойындағысы жоқ. Тіпті аяқ астынан қаным қарайып көзім көрмей қалады-ау деп те ойламайды. Қолымды қанға малмаймын, ешкімнің жанын алмаймын дейді, әрі мұнысына шәк келтірмейді. Дегенмен бәрі сайтанның сапалағындай сап ете қалады. Кейде біреудің қылған қиянатынан өзгенің басы кетеді. Түймедейді түйедей етіп, жөнсіз ұрынып, жоқ жерден дау шығарады. Шынында жүрегі алтын, таза, намысты, мейірімді жанның өзі бейуақта жөнсіз жерде бейсауыт жүрсе, ішіндегі арам ойы оянып сыртқа шығады. Кісі өлтіру бәрінің қолынан келеді. Тек бұл жалғанда бейтаныс адамның өмірін шімірікпестен қия алатын жан жоқтың қасы. Міне, дәл осы тұста ортаға мен шығамын. Берген бұйрығын орындаймын. Өзгенің қолы бармаған лас жұмысын мен тындырамын. Мына жалғанға мендейлер де керек. Тіпті Алла тағаланың өзі қасиетті ережесін жүйелеп отырып, Әзірейілді жан алу ісіндегі уәкілі еткен жоқ па? Сөйтіп адамдар басына келген бәленің бәрін Әзірейілден көріпті. Ажал періштесін қарғап, одан қорықты ғой. Сөйтіп жаратқанның атына кір келген жоқ. Сонда тұрып бұл әділет пе? Осыған Әзірейіл лайық па дерсіз? Тек мына жалғанда онсыз да әділетке орын жоқ қой, солай емес пе? Не де болса қас қарайған соң хатта жазылған шарапханаға бардым. Тек терезе тұсындағы үстел бос емес. Бетіне қамшының ізі түскен адам ес-түссіз жатыр. Нақұрысты оятып көзін құртпақшы едім, бірақ соңғы сәтте ойымнан айнадым. Ішкен адам қай кезде де не істейтінін болжай алмайсың. Көзге түспегенім абзал, сондықтан ең жақын тұрған бос үстелге жайғастым. Терезеге қарап отырдым, тостым. Көп ұзамай екі жігіт келді. Мені ортаға алып екі жағыма жайғасты. Түрін көрмесін деп бетін бүркеп алыпты. Бұлардың қаншалық жас, алаңғасар, аңғал екенін, ойға алғанын іске асыруға әзір емесін байқау тым оңай еді. Тіпті жүзіне қараудың да керегі жоқ. Сені мақтағандар көп болды, деді олардың бірі. Даусында сақтықтан гөрі уайым басым. Бұл істе өзіңнен асқан ешкім жоқ дейді білетіндер. Бозбаланың сөзі күлкілі көрінді. Тек мен өзімді қыстап күлген жоқпын. Менен қорқып отырғанын ұқтым. Ал бұл жақсы ғой, қорықса демек өзгеге қастық қылмас. Содан мен былай дедім. Қағыс естімепсің, бұл істен маған тең келері жоқ, сондықтан жұрт мені бөрібас дейді. Не міндет артса да біреуін жерге қаратпағанмын. Мұның тәуір екен, деді жас жігіт қобалжып. Өйткені саған тапсырар ісіміз оңай болмайын деп тұр. Сол кезде екінші жігіт сөзге араласып. Біреу бар, жүрген сормаңдай, бәрін өзіне қарсы қойды. Келер келместен бұл шаһарға қайғыдан басқа түк әкелген жоқ. Бір жақсылығын көрмедік, талай ескерттік. Тек бір құлағынан кіріп, екіншісінен шығып кетеді. Ақыл кіргені былай тұрсын, тіпті кері сиді. Амалымыз қалмады, деді. Тіл қатпадым. Үнемі осылай өзі де. Пәлеңнің жанын ал деп келетіндер неге екенін қайдам, қол алсардың алдында не болғанын бастан аяқ түсіндіруге кірісіп кетеді. Өлтіргісі келетін адамы қаншалық жексұрын оңбаған екенін айтады. Құдды үстер қылмысымыздың жүгін жеңілдететіндей сайрай жөнеледі. Түсіндім, сонымен адамың кім? Бұлай сұрағаным мұң екен, екеуі қапылықтап кетті. Тіке айтпай алыстан орағытты. Дін мен иманға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын кәпір, шариғатымызға қарсы шыққан құрметі жоқ арамза, күпірдің көкесін көрсетіп жүрген біреу, теріс жолға түсіп адасқан дәруіш. Соңғы сөзін естігенде бойым мұздап кетті. Ойым оңға, санам санға бөлінді, алаңдап мазам қашты. Осы күнге дейін талай адамды өлтірдім ғой. Арасында жас та, кәрі де, еркегі де, қатыны да бар, дені сауы да, мүгедегі де болған. Тек дәруіш, яғни дінге берілгені жоқтың. Мен де бірдеңеге сенемін ғой, жаппар иемнің қаһарына ұшырағым келмейді. Қандай адам болсам да Алладан қорқамын. Амал нешік мырзалар, мына ұсыныстан бас тартамын.
Бір дәреуіштің жанын алар ниетім жоқ, басқа біреуді табыңдар. Түрегеліп кетуге ыңғайландым. Тек жігіттердің бірі жалынғандай болып қолыма жармасты. Бірден бас тартпасаң қайтеді, еңбегіңді жемейміз, ақысын аласың. Тіпті 2 есе көп төлеуге де әзірміз. Ал 3 есе көп алғым келсе қайтпексің? Дедім асығыстық қылып. Бұлар сонша ақшаны қайдан тапсын, төлей алмас деп іштей бек сенімді едім. Тек бәрі мен ойлағандай болмай шықты. Аз-мәз үндемей отырған соң айтқаныма келісті. Орныма қайта отырдым. Әрі-сәрі күйге түстім. Шынымен тәп-тәуір ақша. Осы істі бір жақты қылсам, талай жыл не ішемін демей қамсыз өмір сүремін. Қалың малдың пұлын қайдан аламын деп бас қатырмаймын. Дереу үйленіп, одан әрі қалай күн көремін деп уайымдамаймын. Дәруіш пе, басқа ма бәрібір. Мынадай жағдайда кімнің болсын басын алуға әзірмін. Сол сәт өмірімдегі ең зор қатені жасап, кейін ғұмыр бойы өкініштен өзегім өртенерін қайдан білейін. Дәруіштің басын қағу соншалық қиын боларын, өлсе де қанжырдай шаншылған көзі көкірегіме қадалып қаларын қайдан білейін. Шәмісті өлтіріп ауладағы құдыққа тастағалы да 5 жыл өтті. Мүрдесі суға түсті ме өзі, ештеңе естіген жоқпын. Күңк еткен бір дыбыс шықпады ғой. Дәруіштің денесі суға түспей, 7 қат көк үстіндегі жаратқанның тағы аршыға ұшып кеткендей. Сол өлгелі бастығырылып шықпаған түнім жоқ. Шалшық суға қарасам да, денем мұздап бойымды үрей билейді. Қолым дірілдеп, жүрегім айниды. Сол түн есіме түссе бітті, 2 бүктетіліп, запыран құсамын. Ішіме толып қалған удың бәрін сыртқа шығарғым келетіндей, шығарып құтылсам деймін. Терім сүйегіме жабысып, қаудырап қалдым. Неткен қызыға, ол өлді, тек әлі тірі, ал мен күнде өліп тірілемін. 1 бөлім. Топырақ. Мына өмірдегі құпия, меңіреу, қатты нәрселер. Шәміс. Самарқан маңындағы керуен сарай. 1242 жылғы наурыз. Бүгін ақшам ас ішіп отырып, тағы өзге әлемге сапар шектім. Бұл жолы бәрін ап-анық көрдім. Сондай шынайы. Қауыз жарған сап-сары раушан көмкерген аула, үлкендеу үй, қақ ортасында дүниедегі ең суық су толып тұрған құдық. Күздің соңы, көкте толған ай маужыраған сырлы түн, тас қараңғы. Пыс-пыс еткен бірен-саран жануар төңіректеп жүр. Байғыз, жарғанат, қасқыр, бірі уілдеп, бірі шиқылдап, бірі ұлиды. Сәлден соң үйден жауырыны қақпақтай түсі жылы қой көзді орта жастағы ер адам шықты. Жүзін қара көлеңке жасырып тұр, көзінде ешкімде жоқ қалың мұң. Шәміс қайдасың деп жан-жағына алақ-жұлақ етеді. Табиғатта мұндай іске куә болмақтан сескенгендей есіріп жел тұрып, ай бұлт арасына тығылды. Байғыздар уілдегенін доғарып, жарғанат тырп еткен жоқ. Ошақтағы оттың да сытыр-сытыр еткен даусы шықпай қалыпты. Бүкіл әлемді қою үнсіздік пен тыныштық басты. Ер адам ақырын құдыққа жақындап, еңкейіп түбіне көз тастады. Шәміс қимасым-ау, деді сыбырлап. Осындамысың, өзің жоқ па? Жауап берейін деп аузымды ашамын, тек үнім шықпайды. Әлгі адам одан сайын еңкейіп құдық түбіне үңіледі. Әуелі қара судан басқа ештеңе көре алған жоқ. Соңыра кенет құдық түбінен шыққан, дауылдан кейін мұхитпен бірге теңселген сайын мұхитты шайқаған салдай су бетінде қалқыған қолымды таныды. Көкке қадалған 2 көзімді байқады. Қалың қара бұлттың артына жасырынып, қайта шыққан толғанайға құдықтың дәл түбінен қарап тұрған едім. Ажалымның себебін көктен сұрағандай, мүрдем жатқан жерден айға көз тіктім. Адам тізерлей жерге отыра қалып, кеудесін соғып, өлтірді ғой, Шәмісті өлтірді ғой деп зар иледі. Осы кезде бұта түбінен бір көлеңке сусып шығып, мысық табандап бақшаның дуалына өрмелеп кетті. Ауладағы адам қанішерді байқаған жоқ. Көрген сұмдығына сене алмай егіліп жылап боздады. Ащы айғайдан соң сыр сақтай алмаған айнадай шытынап тез сынды. Зар илеген даусы өткір әйнек сынықтарындай сан тарапқа шашылып, түн жамылғысын шұрқ тесік қылды. Тұр былай, жынданғаннан соңмысын, немене құтырған өгіздей бақырасың? Кімге айтып тұрмын? Өшір үніңді, әйтпесе сыртқа қуып шығамын. О тоба, кереңбісің өзі? Қой дедім саған, қой. Өзге әлемде біраз уақыт қалу үшін құлақ етімді жеген дауысты да елемеуге тырыстым.
қалай өлдім деп ойладым. Әсіресе көзін мұң торлаған сол адамды тағы бір көрсем ғой дедім. Кім екен? Маған не қатысы бар? Күздің қара түнінде қолынан келсін келмесін мені іздеп неге шыр-пыр болды? Тек о дүниенің есігінен өткізбей қойды. Біреу қолымнан ұстап, дүлей күшпен сілкігенде тісім саудырап түсіп қала жаздады. Сөйтіп, күштеп мына әлемге қайтарып алды. Көзімді ашқым келмей әрең аштым. Зор дауыс иесі төбемнен төніп тұр. Ұзын бойлы, толықтау келген етжеңді адам. Ақ түскен сақалы, ұшын балауызбен бастырып қатырып қойған ұзын мұрты бар. Таныдым. Керуен сарайдың егесі ғой. Бірден екі нәрсені түсіндім. Айғайлап, қорлап, қорқытып, үркітіп үйреніп қалған адам. Енді міне ашудан көзі көрмей қалыпты. Не болды ей? Дедім. Неменеге жұлқылап жатырсың? Не болды дейсің бе? Деп гүр етті қожайын маған мысқылдай қарап. Не болғанын сенен сұрауым керек. Доғарсаңшы мына айғайыңды. Мұндағы адамдарымды шошытып қашырасың ғой, жігітім. Қожайынның атауыздай қарулы қолынан босап шығуға тырмысып. Шын ба, айғайладым ба мен деп сұрадым ақырын. Айғайлағанда қандай, табанына тікен кірген дәу аюдай бақырдың ғой әлгінде ғана. Төбе жарылып басымызға түсеме деп зәрем ұшты. Не көрінді саған аяқ астынан? Ауқат ішіп отырған сияқты едің, бір қарасам ұйықтап қапсың. Басты қырылдың ба? Әйтеуір бірдеңе көрінді саған. Керуенсарай иесінің көңілін көншітер себеп осы ғана екенін біліп тұрмын. Жайыма қалдырсын деп айтқанына бас шұлғып сенікі дұрыс дей салсам болар еді, тек жалған сөйлемекке дәтім жібермеді. Жоқ, онда ештеңе болған жоқ. Ұйықтағам да жоқ, бастырылған да жоқпын дедім. Онсыз да ешқашан түс көрмеймін. Ал мұныңды білдік, онда неге сонша бақырдың? Деді қожайын бастырмалап. Өйткені арғы әлемге барып келдім. Анда-санда осылай өзге әлемге барып келетінім бар. Түс бір басқа, аян бір басқа. Қожайын аңтарылып қалды. Дегбірі кеткеннен мұртының ұшын саумалай ширатып аузына сала берді. Ақыры былай деді. Ай, сендер дәруіш емессіңдер ме? Бәріңнің есің ауып қалған, әсіресе сендей кезбе диуана дәруіштер шетінен ауып кеткен. Күні бойы ораза тұтып намаз оқып отырғанында басыңнан күн өткен. Ақылыңнан адасып, сағым қуып жүрген біреу шығарсың. Күлдім, жөн айтып отыр. Алла да өзіңді жоғалту мен ақылыңнан адасудың арасында көзге көрінер-көрінбес жол жатыр демеуші ме еді? Осы сәтте екі жақтап тым үлкен астау көтерген қос қызметші кіріп келді. Үстінде не жоқ дейсің, бәрі бар. Жаңа ғана қуырылған ешкі еті, тұздалған балық, тұз бұрышқа әбден малып қақтаған қойдың қабырғасы, құйрық май қосып пісірген күлше нан, жасымық пен қарын сорпа. Қызметшілер әкелген ауқаттарын қонақтарға таратып жатқанда отырған жерімізді пияз, сарымсақ пен ашылы-тұшылы дәмдеуіштердің иісі алып кетті. Әлгілер мен отырған дастархан шетіне жақындағанда бір кесе сорпа мен бір тілім қара нан алдым. Қожайын алған асымды көзімен сүзіп бір қарады да, бері қара, бұған төлейтін ақшаң бар ма? Деді төбемнен төніп. Жоқ дедім, тек қаласаң ас пен жатын орынның ақысына бір түсіңді жорайын. Әлгінде ғана түс көрмеймін дегенің қайда? Рас, мүлде түс көрмейтін түс жорушымын мен. Айттым ғой, мыналардың есі ауысқан, деді қожайын түрі бұзылып. Сені қуып шықсам да мені ешкім сөкпес. Бер қара, құлағыңа алтын сырға тыңда мені. Анау салпылдаған дәруіш сырғаң бар ғой, соның қасына тағып қой. Нешедесің өзі білмеймін, әйтсе де екі дүниеңе де жетерлік дұға еткенің анық. Ендігі таста мына ісіңді. Бар, бір сұлу келіншек тап, үйлен, отау тік, балалы шағалы бол. Сонда тамыр жайып аяққа тұрып кетерсің. Қайда барсаң да көрерің бір қасірет болса, дүниені кезгеннен не пайда? Айтар ақылым осы. Тыңнан бірдеңе табамын деп жүрсің бе? Тыңда, мына керуен сарайға төрткүл дүниеден жолаушылар аялдайды. Бір-екі тостағаннан тартып алған соң бәрінің айтатыны бір әңгіме. Адамдар барлық жерде сол адам, бәрі бірдей. Ас та сол, су да сол, боқ та сол боқ. Тек мен бөлек бірдеңе іздеп жүрген жоқпын ғой, іздегенім жалғыз ақиқат. Раббымды тапсам деп сапарға шықтым, дедім. Ендеше Раббыңды басқа жақтан іздеп жүрсің, деді сөзі түйеден түскендей қожайын. Раббың кетті, қашан келеді деп сұрама, оны өзім де білмеймін. Осы сөздерді естігенде жүрегім сыздап кетті. Алланы жамандағаны асылында адамның өзін жамандағаны, білсін білмесін шындық осы, дедім. Қожайын езуін қисайтып жымиғандай болды. Кейгенін, балаша томсырайып ренжігенін жүзі жасыра алмады. Мен одан: Хақ тағалам, мен сендерге күре тамырыңнан да жақынмын демеуші ме еді?
Алла жеті қат көктегі тақта отырмайды ғой, қайда қашан қарамайды, үнемі ішімізде. Сондықтан бізді мүлде тастап кетпейді. Өзін қалай тастап кетпек? Тек болмас дегенің болып қойды, кетті тастап бізді, деді түрі суып кеткен қожайын бастырмалап. Сенсең осылай болғаны тіпті жақсы. Алла осында болса, ал басымызға не түрлі пәле келгенде саусағының ұшында қимылдатпаса, оның не қылған хақ тағала екенін айтшы. 40 қағиданың әдепкісі дағы, дедім мен ақырын. Әдепкі қағида. Жаратқанды сипаттаған сөзіміз, өзіміз жайлы ой айнамыз. Хақ тағала дегенде әуелі қорқынышты, ұятты нәрсе ойыңа оралса, демек, сен де қорқыныш пен ұяттан өлейін деп жүргенің. Ал Алланың аты аталғанда, махаббатын, рахымы мен шапағатын есіңе алсаң, демек, тұла бойың соған тұнып тұрғаны. Кәне шырағым, деді қожайын, мынауыңның жаратқан қиялымыздан туған нәрсе дегеннен айырмасы бар ма? Маған салса мына сен... Дәл сол сәтте арт жақ азан-қазан болып кетті. Сөзі аяқсыз қалды. Шу шыққан жаққа бұрылып қарағанымызда ішімдікке сылқия тойып алып айғайлаған еңгезерде екі жігітті көрдік. Жүгенсіз кеткен екеуі жан-жағындағыларды боқтап, боралап, итеріп, алдындағы асын тартып алып, тостағанындағы сусынын сұрамастан ішіп жатыр. Оқта-текте біреу бірдеңе деп қарсы шықса, одан бетер дікеңдеп, әдептен безген баладай алдында тұрғанның бәрін мазақ қылады. Мұны көрген қожайынның қаны басына шауып, тісін қайрады. Қарашы мына антұрғандарды, ұрынарға қара таппай басына пәле тілеп жүр. Көзіңді аш, Дәруш, көзіңді аш, тоқы санаңа. Осылай деп жүріп бөлменің арғы басына жетті. Ішіп алған біреуінің алқымынан алып, жағынан жұдырығымен бір перді. Әлгі еркек мұндайды күтпесе керек, желмен ыққан қаңбақтай ұшып түсті. Ыңырсығаннан басқа дыбысы шыққан жоқ. Дегенмен екіншісі әжептәуір қарулы екен. Бар күшін салып қарсыласқанымен, ол да қожайынның соққысына төтеп бере алмай мұрнымен жер сүзді. Қожайын жерге жатқызып алып қабырғасын аямай тепті. Артынша зілдей ауыр етігінің табанына салып қолын езе бастады. Бір кезде сықыр-сықыр етіп сынған саусақтарының дыбысы естілді. Тәйтәрі, деп айғайладым. Өлтіретін болдың ғой, осы ма саған керегі? Сопымын мен. Өз басымды бәйгеге тігіп, өзгенің жанына араша түсемін. Тіпті құмырсқа екеш құмырсқаға да қиянат қылмаймын. Құс көрсем Сүлейменді, балық көрсем Жүністі есіме аламын. Өзгенің өмірін қору, қамқор болу парызым. Біреудің біреуге зиян тигізгісі келгенін көрсем, әлсізге қорған болу үшін қолымнан келгенді аяп қалмаймын. Тек әдебімізде зорлық жоқ. Қолымнан бар келетіні ет пен сүйектен жаралған тәніммен қожайын мен жолаушының арасына жансыз пердедей тұра қалу. Қожайын маған көзімен жеп қоярдай ашулана қарады да, Дәруш, бұл іске араласпа, әйтпесе аман қалмассың, көзіңе көк шыбын үймелетемін, деп доқ көрсетті. Тек бұл айтылғандардың құр сөз екенін екеуміз де білеміз. Көп ұзамай қызметші жігіттер келіп сұлық жатқан екі еркекті тұрғызды. Қарасам біреуінің саусағы, екіншісінің мұрны сынған, жер қанған. Керуенсарайды үрей билеген тыныштық басып тұр. Істегеніне ырза болып үстем шыққанына масаттанған қожайын маған көз қиығын тастады. Содан жүзіме тік қарап жиылған жұртқа сөйлей бастады. Даусы ұшы-қиыры жоқ мидай далада саңқ-саңқ еткен жыртқыш құстың үніндей болып шықты. Міне, Дәруш қожа, төбелеске жоқ адам едім, бірақ төбелестім. Не істеуім керек еді? Мына араны әлгі бұзықтарға қалдырып тайып тұруым керек пе еді? Алла жердегі құлдарын ұмытқандай әділет орнату бізге уәжіп. Онымен тағы да сөйлесіп жатсаң айта бар. Қозыны жалғыз тастасаң қасқыр болып шығады. Осыны ұмытпасын. Иығымды екі толғадым да, қателесесің деп күбірледім есікке қарай беттеп бара жатып. Қателескенім бір кезде қозы болдым, енді қасқыр болдым дегенім бе? Жоқ, оның жөн. Шынымен қасқыр болыпсың, оныңа көзім жетті. Тек істеген ісім әділ болды десең, дәл осы тұста жаңылдың. Қожайын артынан айғайлап, тоқтай тұр, сенімен ісім әлі біткен жоқ, маған қарызсың. Ішкен асың мен жатқан жерімнің ақысына түсімді жорып бересің. Қаласаң, одан жақсысын істеймін, дедім. Кел, алақаныңды бер көрейін. Жалын атқан жанарынан көз алмай қожайынның жанына бардым. Өзі қаламаса да сенер-сенбесін білмей үрейленіп тұрғанына мән бермедім. Десе де оң қолын алып алақанын ашқанымда сыртқа тепкен жоқ. Көріп кел, сиқыршылар адамның алақанына қарап келешегін көреміз дейді, ал мен өткенін ғана оқимын. Адамның өткені өтіп кетсе де өткеннің еншісінде қалдыра алмаған өмір жолы.
Қожайынның алақан сызықтарына зер салдым. Терең, үзік айқыш-ұйқыш екен. Көзіме бірінен соң бірі шыққан шеңберлер көріне бастады. Әр адамның айналасында алуан түсті шеңбер болады. Бұл кісінің түсі бозға жақын солғын көк еді. Жанының жауһары ойылған, шет-шеті мұқалыпты. Сырт дүниеге қарсы тұрар, өзін қорыр ішкі құдіреті қалмаған ба деймін. Асылында семіп қалған қорайға ұқсайды. Қуыс кеудесін қара күшке толтыра берген. Ішіндегі әлсіздігін сырт көзге қатыгез қылып көрсетеді. Сол себепті өзгелердің жағасына жармасып, қарсы тұруға әзір. Жүрегім атқақтап кетті. Мүлде басқа нәрселер көріне бастады. Әдепкі бейне құдды шымылдықтың ар жағынан көрініп тұрғандай бұлыңғыр еді. Кейін бәрі көз алдымда айдан анық тұра қалды. Қою күрең шашты, жалаңаш аяғында қара қарғаның суреті бар, иығына қызыл тоқыма шәлі жамылған келіншек. Сүйген адамыңнан айырылыпсың, дедім. Бұл жолы қожайынның сол қолын ұстап алақанына қарадым. Әйелдің омырауы көп болып ісіп кеткен, тамырлары білеудей болып шығып тұр. Қарны шартиып жарылып кететіндей. Отқа оранған үйден шыға алмай қалыпты. Үйді атына күміс ер-тоқым салған біреулер қоршап алыпты. Өртенген сабан мен адам етінің иісі ауаға тарап еңсені басып барады. Жабы жылқы мінген, дөң мұрынды, бұқа мойынды тас жүрек моңғол әскері, Шыңғыс ханның сарбаздары. Бір емес екі адамыңды жоғалтыпсың, деп түзеттім. О кезде әйелім тұңғышына жүктеді. Қожайын көзін сығырайтып былғары етігіне қарай берді. Басы салбырап, тістеніп алғандай бет-әлпеті тыржиып кетті. Тура түсініксіз картадай. Тап сол сәтте көз алдында қартайып кеткендей көрінді. Көңіліңді көтермесін білсем де мынаны айтпасыма болмайды, дедім жайлап. Әйеліңді өлтірген от та түтін де емес. Төбедегі ағаш тақтайдың бірі үстіне құлап түскен. Дәл осы сәтте қиналмай лезде жан тәсілім етіпті. Ал сен осы күнге дейін әбден қиналып өлді деп келдің. Олай емес. Қожайын көтере алмас ауыр жүкті арқасына артқандай қабағын шытты. Қапаланып тұрғанымен жұлып алғандай. Мұның бәрін қайдан білесің, сиқыршысың ба, деп сұрады. Сұрағын елеген жоқпын. Әйелімді жөн жоралғысын жасап жерлемедім деп өзіңді кінәлай бересің. Әлі күнге сол қуыстан шығып келе жатқанын түсінде көріп, басты қарылып қаласың. Дегенмен ақылың сенімен ойнап жүр. Асылында әйеліңнің де ұлыңның да жағдайы керемет. Екеуі жарық сәулесіндей жеңіл, шетсіз шексіз бақи әлемді шарлап жүр. Қаласаң қозы бола аласың, өйткені ол әлі де ішіңде, өзің білмес бір түкпірінде тірі екен. Болмысыңды жоғалтпапсың, деп сөзімді тәмамдадым. Мұны естіген бойда қожайын қолын ыстық табаға басып алғандай тартып ала қойды. Бері қара дәруш, сөзің түк ұнаған жоқ, деді. Бүгін түнде осында қалсаң болады, алайда таң ата бұл жерден тайып тұр. Ендігәрі бұл арадан көрмейтін болайын. Басымды изедім, бәрін түсіндім ғой. Солай, шындықты айттың ба, бітті. Ашуланып шыға келеді. Әсіресе махаббат туралы бірдеңе деші, шатынағанды сонда көресің. Аузына келген доттап, сені иттің етінен жек көріп кетеді.